Сонымен кокеткадан бастаймыз. Жана айтып өткенде сіздер 9-10 қатарды үшеулікпен, яғни бір аркада 6 столбикпен тоқып шықсаңыздар, енді 6, 7, 8, 9, 10, 11 қатар тоқыдым. Жаңағыдай бір аркада 6 столбиктен 11 қатар. Негізі 3 жасар баланың мындай регланың несі сантиметрі 15 сантиметр болу керек, 14-15. Но менде қазір 11. 15-ке дейін әлі тоқимын. Тағы да дәл осы қатар секілді тағы да осылай сіздер 10 қатар тоқсаңыздар, 11, 12, 13 қатарға дейін тоқыңыздар. 6, мінекей. Бір аркада 6. Әрі қарай. Сыртқы жақта сырты реглан столбикті снакидан релевный столбик кешіңізді. Релевный столбикқа релевный столбик тоқимыз. Дәл осылай, осы қатарды тоқып шығасыздар. Бастау үшін 2 ілмек тоқып аламыз. Енді бұл жерде кішкене өзгешелеу болады. 2, мынау біреу, екеуін өткізіп, 3-ші ілмекке біреу тоқимыз. Бір снакидан тоқимыз. Сосын аркаға біреу, екеу, үшеу ілмек тоқимыз. Тағы да біреу, екеу, үшеу. Енді жанындағы ілмекке біреу тоқимыз. Сонда бізде алдыңғы қатарларда аркада үшеуден болса, енді біз көлемін үлкейту үшін төртеуден, яғни мына жағында 4, мына жағында 4, 8 болады екен. Яғни 8 болады. Ендеше релевный столбик тоқимыз. Келесі тағы да 1, екеуін өткізіп, 3-ші аркаға столбик снакидан тағы 2, 3 ілмек тоқып аламыз. 1, 2, 3 жандағы ілмекке біреу тоқимыз снакидан. Сонда бізде барлығы 8 столбик снакидан болады. Мінекей. Тағы да бір рет көрсетейін сіздерге. Бір екеуін өткіземіз да, соңғы ілмекке снакидан столбик біреу тоқимыз. Арканың ішіне біреу, екеу, үшеу ілмек тоқып аламыз. Сосын тағы да біреу, екеу, үшеу жандағы ілмекке столбик снакидан тағы біреу тоқимыз.
осы қатарды дәл осылай барлығын тоқып шығамыз. Әрі қарай тоқу үшін 2 ілмек тоқып аламыз. Аударамыз. Дәл осы 14-ші қатар секілді 15-ші қатарды да дәл осылай тоқимыз. Осылай 1, 2, 3, 4-еуін тоқып аламыз. Енді осы жердегі регланды неден 8 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жаңағы 4-ші столбиктің регланымен мына жақта санап алған 8-ші столбиктің регланын бірге тоқитын боламыз. Осылай 8 тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ін тоқитын боламыз мына жерге дейін. Енді мына 8-ін тоқып шықтық. Енді 8-дің реглан столбигімен мына жерден тағы 8 столбик санаймыз. 8-ін санаймыз. Столбикті кешірім сұрайым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сол 8 санаған регланмен міне осылай 2 реглан столбик, 2 рельефне столбикті қосып бірге тоқимыз. Бірге рельефне столбик жасаймыз. Әрі қарай дәл солай тоқып кете береміз. Тұра ғой. Мінекей, осылай осы соңына дейін тоқып шығамыз осы қатарды. Міне сонымен тоқып шықтық. 15-ші қатар болады. 15-ші қатар секілді тағы да тоқимыз.
Сонымен 18 қатарға келдік. 18. Енді бұда тағы да көлемін үлкейту үшін тағы да қосатын боламыз. Екі ілмек тоқып аламыз. Екі ілмекті өткізіп, үшіншіден снакидам тоқимыз. Төртіншісінен снакидам тоқимыз. Арқадан біреу, екеу, үшеу ілмек тоқып аламыз арасына. Біреу, екеу, үшеу. Келесі жандағыдан снакидан біреу, одан кейінгісінен тағы да біреу тоқимыз. Рельефный столбик тоқимыз. Келесі дәл солай тоқылады. Екеуін өткіземіз. Үшіншіден бастап тоқимыз. Біреу, екеу, арқадан біреу, екеу, үшеу. Ілмек тоқып аламыз арасына. Тағы да біреу, екеу, жандағыдан біреу, екеу тоқимыз. Рельефный столбик. Сонда мынау арқаға жетпей екеу тоқимыз. Арқаға жетпей екі ілмекті өткізіп жіберіп, біреу снакидам, екеу снакидам тоқып, арқада сол баяғыша алтау болады столбик снакидам. И жәнін тағы да екеу. Сонда барлығын қосқанда 10 болады. 10 столбик снакидам болады. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Екеуін өткізіп жіберіп, үшіншіден бастаймыз. Столбик снакидам. Біреу, екеу. Енді арқадан. Біреу, екеу, үшеу. Ілмек тоқып аламыз үшеуден кейін. Біреу, екеу, үшеу. Жандағы столбиктен, жандағы ілмектен біреу тоқимыз. Оның жанынан тағы біреу тоқимыз. Енді рельефный столбикті тоқимыз. Осы жаңағы 18-ші рядтың 18-ші қатардың бәрін дәл осылай тоқып шығамыз. Мына соңғы несіне келдім. Тағы да көрсетіп жіберейін. Біреу снакидан, екеу снакидан, арқадан біреу, екеу, үшеу. Ілмек тоқып аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Жанынан біреу, екеу. Мінекей. Бұл бізде 18-ші қатар. Енді 19-ші қатарды да дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Аударамыз.
Енді бұл жерде қанша ілмекті өткізіп жібереміз? Біреу, екеу, үшеу, үшеуді өткізіп, төртіншіден бастап тоқитын боламыз. Үшеу тоқыдық арқаға, ілмек ортасына. Тағы да үшеу тоқимыз. Енді жанынан біреу, екеу, рельефный столбик с накидом тоқимыз. Тағы да көрсетейін. Біреу, екеу, үшеуін өткізіп, төртіншісінен с накидом біреу тоқимыз. Екеу тоқимыз. Екіншісін арқадан біреу, екеу, үшеу. Ілмек тоқып аламыз. Қайтадан біреу, екеу, үшеу. Жанынан біреу, екеу, рельефный столбик тоқимыз. Мінекей, жаңағы 18-ші қатарды тоқыған секілді, бұл қатарды да дәл солай тоқимыз. Бұл жерде кішкене айырмашылығы, жаңағы 18-ші қатарды тоққан кезде екі ілмекті өткізсек, енді бұл жерде үш ілмекті өткізіп барып, 4-ші, 5-шіден тоқитын боласыздар. Ал ендеше осы қатардың барлығын өзіміз тоқып шығайық. 18-ші қатарды тоқылған секілді 19, 20, 21-ші қатардың барлығын дәл солай тоқып шығамыз. Енді 20-ші қатарда тағы да қосатын боламыз. Біреу, екеу. Так. Бір, екі ілмекті өткізіп, үшіншіден бастап столбик с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Арқаның ішіне біреу, екеу, үшеу. Үшеуден кейін бір ілмек тоқып аламыз. Тағы да біреу, екеу, үшеу. Енді жанынан біреу тоқимыз, екеу тоқимыз, және үшіншісін тоқимыз жанынан. Және рельефный столбик, рельефный тоқимыз. Міне, сонда бізде арқаның шетінде біреу, екеу, үшеу тоқимыз арқаның шетінен, ал арқаның ішіне бұрынғыша біреу, екеу, үшеу ілмек тоқып, тағы да біреу, екеу, үшеу. Арқаның ішіне 6 тоқимыз, және тағы да шетінен біреу, екеу, үшеу. Жалпы барлығын санағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 болады. Барлығы 12 болады. Тағы да бір рет көрсетейін. 1, 2 ілмекті өткізіп, үшіншісінен бастап тоқимыз.
арканын ішіне біреу, екеу, үшеу, бір ілмек тоқимыз, біреу, екеу, үшеу, жанынан біреу, екеу, үшеу, рельефный столбик. Осы 20-шы қатарды, осы 20-шы қатарды осылай тоқып шығамыз барлығын. Сосын 21, 22, 23-ші қатарға дейін дәл осы 20-шы қатар секілді тоқып шығамыз. Сонымен 23-ші қатарды аяқтаймыз. Бастау үшін 2 ілмек тоқып аламыз. Аударамыз. Енді тағы да қосатын боламыз. Бұл жерде тағы да 2 ілмекті өткізіп жіберіп, үшіншіден бастап столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осыдан кейін рельефный столбик, кешірім сұрайын, аркаға келеміз. Аркадан бұрынғыша 6 столбик тоқимыз. Алдына ілмек қосып, ортасына ілмек қосып, біреу, екеу, үшеу. Ілмек тоқып аламыз. Тағы да біреу, екеу, үшеу. Енді аркадан кейін жанынан 4 тоқимыз. Біреу столбик с накидом, екеу столбик с накидом, үшеу столбик с накидом, 4. Сонда бізде аркаға жетпей біреу, екеу, үшеу, 4 тоқимыз. Арканың ішіне 6 тоқимыз. Сосын арканың шыққан соң тағы да 4 тоқимыз. Жалпы санаған 14 болады. Ошына барлығы 14 болады. Баяғыша рельефный столбикті тоқимыз. Сонымен тағы да бір рет көрсетейін. Біреу, екеуді өткізіп, үшіншісінен бастап тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, 4. Енді арканың ішіне біреу, екеу, үшеу, ілмек тоқып аламыз. Тағы да біреу, екеу, үшеу. Жанынан екеу, үшеу, 4. Тағы да көрсетіп жіберейін сіздерге. Екеуін өткізіп, үшінші ілмектен бастап тоқимыз. Біреу столбик с накидом, екеу с накидом, үшеу, 4. Аркаға келдік. Аркаға біреу,
екеу, үшеу, ілмек тоқып аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді жанынан тағы төртеу тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, және төртеу. Ровный столбик. Әрі қарай сіздер де дәл осылай осы қатарды тоқып шығыңыздар. Сонымен мен соңғысын тоқып біттім. Енді бастау үшін 2 ілмек тоқып аламыз бұрынғыша. 24-ші қатар болса, енді 25-ші қатарды тоқып шығамыз. Ол қатарды да осы 24-ші қатар секілді тоқимыз. Енді бұл жерде алдыңғы қатарларды тоққанда байқаған боларсыздар. Осылай біреу қосылған кезде келесісінде алдында 2 ілмек өткізіп тоқсақ, енді бұл жерде 3 ілмекті өткізіп 4-шісінен бастап тоқитын боламыз. Осылай, сосын тағы да көрсетейін. Арқаға бұрынғыша баяғыдай, бұрынғыша 6 столбик с накидом тоқисыздар. Мінекей. И және де жанынан 4 тоқимыз. Дәл алдындағы қатар секілді тоқып шығамыз. Бұл жерде бастаған айырмашылығы, алдыңғы қатарларда тоққан болсаңыздар, байқаған боларсыздар. Басында 2 ілмек өткізсеңіз, келесісінде уже 3 ілмек өткізуіңізге тура. Дәл сол сияқты, бұл да міне 1, 2, 3 ілмек қалды. Дәл мынада сол секілді тоқисыздар. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. 1, 2, 3 ілмекті өткіземіз. 4-ші ілмектен бастап тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Енді арқадан тоқимыз. 1, 2, 3. Арасына ілмек тоқимыз 3-ден кейін қайтадан. 1, 2, 3 тоқимыз. Жаннан 1, 2, 3 және 4. Міне, дәл осылай тоқисыздар. Сіздерге қаншалықты ұзындықта керек болса, дәл осы секілді тоқисыздар. Тағы да қоссаңыздар болады. Бірақ мен тағы да бір қатар тоқып шықтым. Яғни 24 болса 25-ші қатарды тоқып шықтым.